Саламатсыздар ма, қыз-келіншектер? Бүгін мен сіздермен сәбізбен жасалатын бисквиттің түрімен бөлісемін. Оранжевый түсті үлпілдеген осындай витаминге бай бисквитті жасау үшін бізге ең бірінші қажетті 2 мандарин қабығынан тазалап аламыз, және де сәбіз. Сәбізімізде, мандаринімізді сырттары құрғақ болу керек. Қолымыз құрғақ болу керек, ыдыстарымыз құрғақ болу керек. Жалпы шырын жасап жатқан кезде осыған ерекше мән береміз. Ұсататын ыдысымызға салып, ұсақтап аламыз. Әбден ұсақтап болған сәбіз бенен мандаринді сүземіз. Ситамен сүзіп, шырынды бөлек алып, оны қажетті мөлшерімізде өлшеп аламыз. Бізге керегі 180 грамм. 180 грамм шырын бізге жетеді. Және де сұйық майдан 40 грамм. 40 грамм сұйық майды өлшейміз. Жүгері крахмалы 8 грамм. Қант 180-185 грамм жетеді бізге. Сәбізіміз бен мандариніміз тәтті, сондай балғын болғандықтан қантты 180-185 грамм өлшеп аламыз. Жетеді сол бізге. ұн 240 грамм. 240 грамм ұнымызды өлшеп аламыз. Менде 50 килолық ұнның бірінші сорт. Қаласаңыз, выше сорт қолдансаңыз болады. Және де разрыхлитель 3 грамм. Құрғақ ыдысымызға 8 жұмыртқаны ағынан сарысына бөлек-бөлек алып аламыз. 8 дана жұмыртқа. Сегіз жұмыртқаны бөлек алып жатқан кезімізде бізге ескеретін жағдай, ыдысымыз құрғақ, қолымыз құрғақ болу керек. Бөліп алған жұмыртқаның ағы мен сарысына шай қасықта тұзды көп толтырмай, осы көлемде екеуіне бөліп салып жібереміз. 1-2 граммнан енді. Бірінші тұзбен, одан кейін қантымыздың, өлшеп алған қантымыздың 1/3 бөлігін саламыз. Жұмыртқаның ағын 3 минуттай уақыт кетеді енді. Тағы да қант салып миксерлейміз. Жалпы миксерлеп жатқан кезімізде аппаратымыздың скоростын жоғары көтермейміз. Төмен скоростта жасай береміз. Және де белоктың жан-жағын жинап, жақсылап араластырамыз. Белок дайын болған кез, ыдысты төңкеріп қарағанда ол қозғалмай тұрады. Сол кезде белок дайын деп түсінсеңіздер болады. Белогымыз міне дайын болды. Енді оған жүгері крахмалын қосып жібереміз.
жүгері крахмалын қосқаннан кейін де бір минуттай араластырамыз. Жып-жылтыр сондай аппақ боп дайын болады. Белогымыз міне дайын. Енді жылтық тұзбен араластырамыз бірінші. Қалған қантымызды қосып жібереміз. Жұмыртқаның ағы дайын болған кезі ол ақшыл сары түс. Ақшыл сары болады. Міне осындай түс дайын болды бізде. Жұмыртқаның ағы да сарысы да дайындап қойдық. Енді шырыммен сұйық майымызды араластырып бір шетке дайындап қоямыз. Белок пенен жылтоқты әуелі өздерін екеуін араластырып аламыз. Сосын оған шырынымыз, ұнымыз және разақ дизельді қосып барлығын араластырамыз. Разақ дизельді ұнмен араластырып қосып жатырмын. Міне барлығы қосылды. Енді осылай астынан үстіне көтеру арқылы қамырымызды дайындаймыз. Осы кезде пешті 160-150 градуста болады. Одан жоғары керек емес. Қыздырып қоямыз. Міне қамырымыз дайын болып жатыр. Пешіміз қызып жатыр. Менде форманың көлемі 22, биіктігі 8 сантиметр. Осы жасап алған қамырым формама толды. Көлемі сондай көлемділеу ыдыс менде. Қамыр дайын. Міне осындай болады. Формаға құйып жатырмын. Формаға құйғаннан кейін ауасын шығарып жібереміз. Өзіңізге ыңғайлы ағаш таяқшалар, мен зубочистка қолдандым. Құрғақ болса болғаны. Міне осылай ауасын шығарып 160 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алдым. Осындай ерекше иісі, дәмі биік 7 сантиметрдей. Мен осыны 4-ке бөліп алып, қажетіме қолданамын. Жалпы көңіл бөліп қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар.